Осыдан 13 жыл бұрын сіздің бір ауыз сөзіңіз бала қиялына қанат бітіріпті. Ал бүгінде ол кезде Қайрат небәрі 7 жаста болса керек. Ал қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, Қайрат көрермен көзайымына айналды. Қайраттың бүгінгі шығармашылық ізденіс туралы не айтар едіңіз? Шынын айтқанда Қайрат менің алдыма келген кезде 7 жасар кішкентай ғана болады, осындай ғана әкесімен келіп, Лұқпан Жолдасовтан менің бір әнімді естіп, соны аға айтайыншы деп алдыма келген еді сол кезде. Ол Мұхтар ағамыздың сөзіне жазылған бір ән еді. Өзім көп ән шығармайын, бір 2-3 әнім бар, сол әнімді біреуін таңдап Қайрат айтқан еді. Содан кейін Қайратты өскенім бірақ көрдім. Танымай қалыппын. Аға баяғыда әніңізді айтқан бір Қайрат деген бала едім ғой деп алдыма келген кезде жағамды ұстадым, шынын айтқанда. Ал енді Қайрат туралы айтатын болсам, Қайрат Аллаға шүкір деп айтайын, жастардың арасында ерекшеленіп, дараланып, эстрада әлемінде өз орнын айшықтап келе жатқан керемет әншілердің бірі ғой деп ойлаймын. Сондықтан да Қайратқа менің айтарым, өнерде өрге жүрсін деген тілек білдірем. Алла тек жар болсын, жақсылық берсін. Бәрекелді, рахмет аға. Асылбек Боранбаев. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Асылбек Боранбаев ағамызға тағы да қошемет көрсетіп қоялық. Ал енді барлығымыз тағы да бір рет экранға назар аударайық. Махаббат мұң әнін орындайтын әншіні таныстырып өтсеңіз. Қайрат деген мінекей біздің кішкентай ғана бүлдіршін баламыз. Негізгі бұл әнді мен 3 жігітке арнап берген едім. Бұл әнді сонда Қайратқа не үшін ұсындыңыз? Қайрат әлі кішкентай ғой, махаббат туралы өлең айтатын жасқа жеткен жоқ. Бұл әнді ең бірінші, жаңа өзім сөзімді айттым ғой, 3 жігітке бердім деп. Бірінші Мұхтар Әуезов театрының актері, 77-інде жақсы белгілі актер болған Толға Ақмола деген жігітке бергенмін. Және де екінші Алтынай әнімен бүкіл Қазақстанға әйгілі болған Лұқпан Жолдасов деген әншіге, және де өздеріңіздің алдарыңызда отырған мінекей Саят деген жігітке берген тұғымын. Мінекей осы жігіттерден естіген болу керек. Осы Қайрат деген бауырымыз үйге звондап, аға сіздің әніңізді айтсам қалай қарайсыз дегеннен кейін кішкентай баланың, бүлдіршіннің көңілін қайтаруға батылым жетпеді. Осы жігіт Құдай қаласа эстрада жұлдызы болады деген ойдамын. Сондықтан да осы жігітке беріп отырмын. Қайрат, бұл махаббат мұң әні саған несіне ұнады? Бұл махаббат мұңы әні де сөзі де маған өте қатты ұнады. Нағыз махаббат мұңын айтуға мен асықпын. Олай болса, кезекті кішкентай әнші Қайраттың орындауындағы жаңа ән махаббат мұңына береміз. Кәнекей, қарсы алыңыздар.